Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып, пән мұғалімі Жаңабаева Гүлханыс Қайроллақызы. Сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. 32-35 жаттығу. Оқу мақсаттары: болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау, тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Сабақ мақсаты: барлық оқушылар болымды етістік пен болымсыз етістікті ажырата алады. Оқушылардың басым бөлігі диалогке қатысады. Мұғалімнің көмегімен мәтіндегі негізгі ойды анықтай алады. Кейбір оқушылар берілген тақырып бойынша өз көзқарасын білдіріп, ой қорыту жасай алады. Балалар, жаңа сабаққа кіріспес бұрын серпілген сауалдарға жауап берейік. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Дұрыс. Етістіктің сұрақтары. Дұрыс. Туынды етістік қалай жасалады? Дұрыс. Түбір сөзден жасалған етістік. Дұрыс. Етістік тұлғасына қарай қалай бөлінеді? Дұрыс. Етістік құрамына қарай қалай бөлінеді? Дұрыс, балалар. Балалар, құрамына қарай етістіктер дара және күрделі етістік болып бөлінеді екен. Тұлғасына қарай негізгі және туынды етістік болып бөлінеді. Ал іс-әрекеттің орындалуына қарай болымды және болымсыз болып бөлінеді. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабақта біз болымды және болымсыз етістікке жаттығулар орындаймыз. Сабаққа кіріспес бұрын ережені еске түсірейік. Етістік болымды күл, жаз және болымсыз күлме, жазба болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Ерінбе, бұзба, жұлма. 32-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңнің авторын ата. Ол туралы білетініңді айт. Жарайсыңдар, балалар. Өлеңнің авторы Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев әлем таныған ақын. Биылғы жылы Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойын өткіздік. Балалар, Абай атамыздың мерейтойына байланысты түрлі сайыстарға қатысып, мадақтамалар алдық. Өлеңнің жалғасын айтып көр. Дұрыс. Өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсың? Жақсы. Өлең неліктен ғылым таппай мақтанба деп аталған? Дұрыс. Өлеңді көшіріп жаз, болымсыз етістіктердің астын сыз. Балалар, дәптерімізге күннің жадын жазайық. Өлеңнің тақырыбын жазып қояйық. Сонан соң өлеңді көркем етіп жазамыз. Жазып болған соң өлең сөздерінен болымсыз етістікті тауып, астын сызамыз. Жарайсыңдар. Мақтанба, баптанба, шаттанба. Бұлар болымсыз етістіктер. 33-ші жаттығу. Сызба бойынша мәтін құрап жаз. Қорқақ болма, өтірікші болма, тәртіпсіз болма,
әдепсіз болма, қатыгез болма. Өжет бол, тәртіпті бол, мейірімді бол, әдепті бол, шыншыл бол. Балалар, осы сөздерді қатыстырып, мәтін құрай қойыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Менің атам бар. Ол үнемі маған ақылын айтып отырады. Балам, елін сүйетін ұлан бол. Ол үшін қорқақ, қатыгез болма. Өтірікші болу да жаман қасиет. Тәртіпсіз балалар, ең әдепсіз балалар. Осыны есіңе сақта, деді. Сонда мен атамның өжет те шыншыл, мейірімді немересімін. Тәртіпті боламын, әдепті болуға тырысамын, дедім. Балалар, сәл шығармашылық үзіліс жасайық. Шығармашылық үзілісте 35-ші жаттығуға назар аударайық. Шашылған бөлшектерді, яғни пазылдарды дұрыс құрастырсаң, мақалды оқисың. Балалар, мына суреттегі шашылған пазылдардағы әріптерге зер салып қарап, мақал құрастырайық. Кәнекей, балалар? Жарайсыңдар. Өткен іске өкінбе. Балалар, бұл мақалда болымсыз етістік қайсы? Дұрыс, өкінбе. Өкін деген болымды етістікке бе жұрнағы жалғану арқылы болымсыз етістік жасалып тұр. 34-ші жаттығу. Мақалды жаттап ал, оның мағынасын түсін. Қорқақты батырға санама, жаманды жақынға санама. Кәнекей, балалар, мақалды жақсылап түсініп оқып, жаттап алайық. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын. Олай болса, қалыптастырушы бағалау тапсырмасын орындайық. Семантикалық картаны толтырамыз. Бұнда етістікке бірнеше сөздер берілген. Сол сөздерді тиісінше, тиісті бағанға белгілейміз. Тазала. Туынды етістік. Дұрыс. Бара жатыр. Күрделі етістік. Дұрыс. Оқы. Негізгі етістік. Және болымды етістік. Балалар, оқы сөзі негізгі етістікке де, болымды етістікке де жатады екен. Оқыма. Дұрыс, болымсыз етістік. Жазба. Болымсыз етістік. Жаз. Болымды етістік. Жаз сөзі негізгі етістікке де жатады, балалар. Оқып отыр. Күрделі етістік. Дұрыс. Шегеле. Туынды етістік. Тамаша, балалар. Бұзба. Болымсыз етістік. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақты жақсы түсініпсіңдер. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.